Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Қамаржай попы арықтап жүріп, бірақ фастфудты қатты жақсы көретін қыздар үшін ең күшті тағам дайындаймыз. Кеттік, бірге жасайық. Бізге ең бірінші лаваш керек болады. Осындай орташа размердегі тарелкені қойып кесіп аламыз. Үлкендеу болғаны жақсы, өйткені ролымыз да үлкендеу болып шығады. Және де соусын дайындаймыз. Бұл соус бізге құс етін батырып, қуырып алу үшін керек. Сонда құс етінің дәмі өте дәмді болып шығады. 3 қасық соевой соус және де табиғи бал керек болады, 1 қасық. Екеуін жақсылап араластырамыз. Және де табаға қыздыратын құстың етін дайындаймыз. Менде филе өте дәмді болып шығады, немесе тауықтың төс етін пайдалансаңыздар болады. Табаға зәйтүн майын құйып, алдын ала қыздырып, үстіне тураған құс етін, филені бір-бірлеп салып бастаймыз. Екі жағы қызарғанша 10-15 минут қуырамыз. Тауық еті піскенше салмаларын турап бастаймыз. Бізге қызанақ керек болады, дәл осылай жіңішке етіп турасаңыз да болады, немесе жіңішке етіп шетінен турасаңыз да болады. Және 30 грамм дәл осындай жіңішке етіп туралған сыр керек болады. 30 грамм сыр бір ролдың ішіне кіреді. Және попы майонез жасаймыз. Бізге 40 грамм қаймақ, 10-15% және де 1 қасық горчица керек. Екеуін жақсылап араластырамыз. Және де үстіне 1 тілім чеснок қосамыз. Енді лавашқа барлығын орналастырып бастаймыз. Ең алдымен бізге салат жапырағы керек болады. Дәл осылай жуып орналастырамыз. Содан кейін қызанақ қоямыз рет-ретімен. Және піскен құс етімізді орналастырамыз. Құс етіміз дәл осылай қызарып, әдемі түс беріп пісуі керек. Барлығын болғаннан кейін лаваштың астынан және екі жағынан орап зубочисткімен қыстырып қоямыз. Дәмі өте ерекше әрі тойымды шығады. Отбасыңызға міндетті түрде ұнайды. Зиянды фастфудтардан дәмі артық болмаса кем емес. Соңына дейін көрсеңіз, комментарий жазып лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.